Арма қазақ елі ұлттық құндылығымызды насихаттау, соның ішінде отбасылық құндылықтарды насихаттау, салт дәстүрімізді баланың санасына сіңіру мақсатында Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кенті номер 276 орта мектептің мектеп алды тобының оқушысы Қасқырбек Абдулисламның нағашы әжесімен жүргізген сұхбатын бірге тамашалауға шақырамыз. Кеттік. Жар салып қазақтар жүреді, намысын ей таптатпай бер. Құл болсаң қолыңда, құл болсаң төбеңде, ойнайды тұрғаншы рухыңнан бөгелме. Кеудеңді керіп жүр, ескі жау ел болмас. Қазақ боп туғансың, қазақ бол өл. Балам, бұл аттың әбзелдері, жүйрік аттардың әбзелдері. Мынау ноқта деген. Қарап отыр балам, түсіндің ба? Мынау атқа салатын ноқта, басына кигізетін ноқта. Мынау одан кейін кигізетін жүген деген болады, жүген. Мұндағы мына оюлардың барлығы қолдан атаның қолдан ойып істеген жер барлығы. Мынау құйышқан деген болады. Бұл да атқа салынады, бәйгеттерге салынады. Мынау өмілдірік деген болады. Бұл да бәйгеттің аршағына салатын, әдемілікке салатын өмілдірік. Бұны да қолдан ойып істеген. Мынау тартпа, мынау бел тартпа деген болады. Мынау тоға деген, балам қарап отырсың ба? Мынау тоға деген болады. Бұл тоғаны темірді балқытып, қалтқа құйып, өзі қолдан жасап, сөйтіп мына тартпаға тағады, аттың тартпасы. Мынау арқан деген болады. Алдыңдағы арқан, оны да қолдан есіп істейді өзі. Мынау қамшы. Бұл қамшылар 4 өрім, 6 өрім, 8 өрім болып өріледі. Мынау қолдан істелінген қоржын, аттың атына салатын қоржын. Анау желдікші деген болады. Барлығы қолдан жасалынған, келіндер істеп берген. Атан кезінде, жас кезінде бәйгеге шаққан, аттып, бәйгесіне шаққан, сөйтіп салай жүлделі орындар алған. Түсіндің ба балам? Түсіндің ба? Атаның атқа жасаған көп әзілдерінің ішінде барлық балдарына мұра есебінде қамшы қалдырған. Осы қамшыны саған аманат қылып тапсырады. Қорғаншы боламыз біздер тек әлемнің